жеп атқан тамағымыз сіңімді, әрі шипа, әрі таза болу үшін тамақтан алдын қолымызды, тамақтан кейін қолымызды жуымыз керек. Иса пайғамбарда бір қауымның жанынан Иса пайғамбар өтеді. Иса пайғамбар өткен кезде мынау көздері сондай, беттері сарайған, көздері көгеріп кеткен, беттері сарғайып кеткен сондай бір қауымды көреді. Ол қауым сол ауруларынан шағым айтады. Біз осындай сарғайып кеттік, бетіміз, көздеріміз көгеріп кетті деген кезде, сендердің ауруларының шипасы өздеріңмен дейді. Сендер ет жеген кезде ол етті жумай жейсіңдер дейді. Ол бүкіл мал өлген кезде таза болып өлмейді дейді Иса пайғамбар. Әлгі қауым етті жақсылап жуып жегеннен кейін өз ауруларынан айыққан екен. Көрдің, пайғамбардың сүннеті. Пайғамбар бекерден бекер айтып атқан жоқ. Баракату таам, тамақтың берекеті, ал-уду қабла, уал-уду баъда. Тамақтан алдын қолыңды жақсылап 3 рет жуу, тамақтан кейін қолыңды жақсылап 3 рет жуу. Бұл адамның денсаулықтың кепілі. Жейтін тамағыңды да әдемілеп жуу. Бұл не? Жан таза болса, тазалық саулық негізі, саулық байлық негізі дейді қазақ атамыз.